Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз аспа жолмен көтерілдік. Оқулықтың 133 бетін ашамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты жаңа сөздерді меңгеру, мәтіннен эпитет пен теңеуді табу, сөйлемдерді дұрыс құрау. Бағалау критерийлері: мәтіннен эпитет пен теңеуді табады, жаңа сөздер мен сөйлем құрайды, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін біледі. Жаңа сөздерге назар аударамыз. Тау шатқалы, горное ущелье. Аспа жол, канатная дорога. Мұздық, ледник. Шаңғы мектебі, лыжная школа. Заңғар, высокий, көпшілік, большинство. Балалар, енді жаңа сөздерді пайдаланып, мына суретке қарап сөйлем құраймыз. Мысалы, мынау тау шатқалы, мұнда аспалы жол бар. Ары қарай өздеріңіз жалғастырасыздар. Енді оқулықтың 134-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Мәтінді оқып, эпитет пен теңеуді тап дейді. Ал эпитет дегеніміз не? Ребята, эпитет – это образное определение предмета. Мысалы, кең дала, алтын күз. Главный признак эпитета – то, что первое слово в словосочетании эпитета – это сын есім. То есть определение. Прилагательные. Ал енді екінші сөзі словосочетание эпитет – дала. Бұл зат есім. Демек, эпитеттің бірінші сөзі сын есімді, екінші сөзі зат есім болады. Мәтіннен өздеріңіз енді эпитетті таба беріңіздер. Алтын күз дегенде де сондай, сын есім мағынасындағы алтын және күз деген зат есім. Енді теңеу дегеніміз не? Теңеу – это литературный способ определения в казахском языке, который образуется при помощи суффиксов дай-дей, тай-тей. Мысалы, бұлбұлдай, баладай деген сөздерде бұлбұл және бала деген корень, түбір. Дай-дей – это суффикс, который образует теңеу. Можете из текста найти теңеу. Алтыншы тапсырма 134-ші бет. 134-ші беттегі алтыншы тапсырмада сөздердің орын тәртібін сақтай отырып сөйлем құра деген, балдар? Демек, біз сөздер адасып кеткен, оны орындарына қоюымыз керек. То есть мы должны составить предложение, соблюдая порядок слов. Например, в казахском языке баяндауыш сказуемый всегда стоит в конце предложения. Определение перед определяемым словом. Осылай сөздерді орындарына қойып шығасыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін және кері байланыстарыңызды күтемін. Сау болыңыздар.